Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге күнделікті жеуге арналған өте оңай майонезбен жасалатын екі салаттың түрін ұсынатын боламын. Бірінші салатымызды дайындауға бізге 3 қана зат қажет болады. 2 қияр, 2 қызанақ және де 2 піскен жұмыртқа. Бірінші қиярымызды алып, осылай 2 бөлігін алып тастап, видеода көрсетілгендей етіп турап шығамыз. Қатты ірі болып кетпесін, дәл осыны 3-ке немесе 4-ке бөліп аламыз. Енді қызанағымызды да ортасынан бөліп, астығын кішкене алып тастаймыз да, видеода көрсетілгендей сопақтау, үлкендеу етіп турап шығамыз. Жұмыртқамызды да 2-ге бөліп, қызанақты турағандай етіп турап аламыз. Барлығын ыдысымызға салып, үйлеріңізде осындай көк пияз болса, видеодағыдай сопақтау етіп, әдемілеп турап, арасына кішкенесін және де бетіне себуге кішкенесін алып қойсаңыздар болады. Бұл бірақта міндетті емес, қоспасаңыздар да болады. Кішкене бетіне шым-шым тұз, дәміне қарай сеуіп, майонезді салып, жақсылап араластырып аламыз. Менің парақшама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менен көптеген тәтті тағамдарды, пирогтарды күтіңіздер. Осылайша бетіне көк пиязды кішкене сеуіп, отбасыларыңызға ұсынсаңыздар болады. Дәмі де түрі де өте әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Екінші салатымызды дайындап аламыз. Ол үшін ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып, шым-шым тұз сеуіп, жақсылап араластырып аламыз. Газға табамызды қойып, үстіне май құйып, кішкене осылай щеткамен жағып жіберіп, жұмыртқаны 2-ге немесе 3-ке бөліп пісіріп аламыз. Осылай кішкене піскен кезде арғы бетіне аударып, тағы да 1 минуттай ұстап аламыз. Енді кезекте ыдысымызға осындай алдын ала тауықтың төс етін пісіріп, осылайша қолмен жай ғана ашып алсаңыздар болады, немесе тауықтың сан етін пайдалансаңыздар да болады. Қиярымыздың да 2 шетін алып тастап, видеода көрсетілгендей етіп 3-ке бөліп аламыз да, кейіннен оны осылай бөліктерге бөліп, сопақ етіп турап аламыз. Қиярымызды да ыдысымызға салып, жаңағы піскен жұмыртқамызды осылайша видеодағыдай орап, майдалап, кеспені турағандай етіп турап шығамыз. Жұмыртқамызды да ыдысымызға салып аламыз. Үстіне дәміне қарай тұзбен кішкене ас көп қосып жіберсеңіздер болады. Қоспасаңыздар да өз еріктеріңізде. Және де үстіне консервідегі жүгеріні салып шығамыз. Енді майонез құйып, немесе қаймақ құйсаңыздар да болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Біздің 2 салатымыздың да құрамы да жасалу жолда өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге видеом ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған арайлым.